Сәлем достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз денсаулық туралы болмақ. Сіз дәрі-дәрмектерден бас тартып, денсаулығыңызды табиғи жолмен жақсартқыңыз келе ме? Көптеген адамдар аурудың алғашқы белгісінде бірден дәріге жүгінеді. Бірақ сіз ағзаңызға дұрыс күтім жасасаңыз, дәрі-дәрмексіз де керемет нәтижеге жете аласыз. Бүгін біз сізге денсаулығыңызды сақтаудың 5 табиғи әдісін айтамыз. Бірінші әдіс – дұрыс тамақтану. Біз жейтін тағам біздің дәріміз. Егер сіз күнделікті тамақтану рационыңызға пайдалы өнімдерді қоссаңыз, ағзаңызға дәрі-дәрмектер қажет болмайды. Мысалы, зімбір мен куркума қабынуды азайтып, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ болса, табиғи антибиотик ретінде инфекциялармен күресуге көмектеседі. Ал бал мен лимон күшті антиоксиданттар. Олар сіздің ағзаңызды зиянды заттардан қорғайды. Сонымен қатар, жасыл көкөністер дәрумендерге бай. Олар ішкі мүшелердің жұмысын жақсартады. Сондықтан дәрі-дәрмекке жүгінбей тұрып, алдымен тағамыңызға назар аударыңыз. Екінші әдіс – су ішу тәртібі. Көп адамдар су ішу режимін сақтамайды. Ал шындығында ағзадағы көптеген мәселелер дәл осы судың жетіспеушілігінен туындайды. Бас ауруы, шаршау, ас қорыту проблемалары – мұның бәрі ағзадағы сұйықтықтың жеткіліксіздігінен. Сол себепті күніне кем дегенде 1,5-2 литр су ішу өте маңызды. Таңертең аш қарынға 1 стақан жылы су ішсеңіз, ағзаңыз оянып, зат алмасу процесі жақсарады. Ал газдалған және қантты сусындардан бас тарту сіздің денсаулығыңызға жасаған ең үлкен қамқорлығыңыз болмақ. Үшінші әдіс – дұрыс ұйықтау. Көп адамдар ұйқының маңыздылығын бағаламайды. Ал шын мәнінде сапалы ұйқы кез келген аурудың алдын алудың ең тиімді жолдарының бірі. Дәл түнгі уақытта біздің ағзамыз қайта қалпына келеді, иммунитет күшейеді, гормоналды жүйе реттеледі. Егер сіз күн сайын 7-9 сағат ұйықтасаңыз, ағзаңызға үлкен көмегіңіз тиеді. Ұйықтар алдында телефонды кем дегенде 30 минут бұрын өшіріп, бөлмені қараңғы әрі салқын ұстаңыз. Есіңізде болсын, түнгі 11 мен 2 аралығы ағза толық қалпына келетін ең маңызды уақыт. Төртінші әдіс – стрессті басқару. Көптеген аурулардың, соның ішінде жүрек қан тамырлары ауруларының басты себебі созылмалы стресс. Адам күйзеліске түскенде ағзада кортизол гормоны бөлінеді. Ал оның жоғары деңгейі иммунитетті әлсіретіп, ағзаны тез қартаюға әкелуі мүмкін. Сондықтан күнделікті күйзелісті азайту денсаулықты сақтаудың басты шарттарының бірі. Ол үшін терең тыныс алу жаттығуларын жасап, табиғатта серуендеуді әдетке айналдыру керек. Сонымен қатар, йога немесе медитация жасау, тіпті күніне кем дегенде 30 минут өзіңізге уақыт бөлу денсаулыққа оң әсер етеді. Есіңізде болсын, ішкі тыныштық кез келген аурудан мықты қорғаныс. Бесінші әдіс – физикалық белсенділік. Қозғалыс – өмір. Дененің қозғалысы ағзадағы барлық процестерді реттейді. Қан айналымын жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Сонымен қатар, физикалық белсенділік барысында бақыт гормондары бөлінеді. Бұл адамның көңіл күйін көтеріп, күйзелісті азайтады. Дәрігерлер күнделікті кем дегенде 15 минут жаттығу жасап, 8-10 мың қадам жүруді ұсынады. Аптасына 3-4 рет спортпен айналыссаңыз, денеңіз өзіңізге рахмет айтатын болады. Бүгін біз сіздерге дәрісіз денсаулықты сақтаудың ең тиімді 5 әдісін айттық. Егер де осы қарапайым ережелерді ұстансаңыз, сіздің иммунитетіңіз күшейіп, ағзаңыз дәрі-дәрмекке мұқтаж болмайды. Сізге қай әдіс көбірек ұнады? Қайсысын бірінші болып күнделікті өміріңізге енгізесіз? Комментарийде осы ойлармен бөлісе отырыңыз. Ең бастысы, өз денсаулығыңызға қамқор болыңыз. Келесі кездескенше достар.